Hello guys, welcome to my today's video. Today's video will be so important for everybody because the reason is that I will say about top 100 words in English and in English grammatics. So let's start. First you need to subscribe to my channel and like this video. So let's start. Good luck. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен айтылқын. Және де бүгін видео өте маңызды әрі қызықты болады. Өйткені бүгін сіздерге ағылшын тілін үйрену барысында топ 100 сөзді сіздерге жаттауға көмегін тигізетін боламын. Негізі шыны керек, ағылшын тілін үйрену барысында көптеген адамдар қиналады. Және де үйренгеннен кейін де тіпті результат көрсетпей жататын жағдайлар болады. Ал мен сізге дәл осы сөздерден кейін міндетті түрде ағылшын тілін толық болмаса да кішігірім алғашқы этаптарынан түсініп бастайтыныңызға міндетті түрде кепіл беремін. Сондықтан арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар, өйткені әрбір видеода айтылған ақпарат маңызды. So let's start. Good luck. Қазір мен сіздерге презентация шығаратын боламын, және де сол презентацияға қарап, әрбір сөздің мағынасын және де оған берілген мысалдарды қарап, оқып, дәптеріңізге жазып алсаңыз артық етпейді. Айынша біз бастайық. Мен қосып алайын. Сіздерге презентация қосылуы керек. Сіздерге көрініп тұр ғой, Айынша мен бастайын, сіздер мұқият тыңдап, мұқият мән берулеріңізді сұраймын. Ағылшын тілінде ең көп қолданылатын сөздер: зат есім, сын есім, етістік, сын есім, сан есім. Кешірім өтінемін, сын есім екі рет жазылып кетіпті, негізі сан есім. Жалпы қандай бір сөз жаттамас бұрын сіздер оны сөз тапқа бөлесіздер. Ағылшын тілінде де дәл сондай: зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Ең алғашқы сөз табы бізде noun, зат есім. Зат есімнен бастайық. Айынша бастайық. Бірінші сөз бізде day. Day деген бізде күн деген мағынаны білдіреді. Day, күн. For example, what day is it today? Бүгін қандай күн? Бүгін Wednesday, бүгін сәрсенбі. Келесі. Second, people, адамдар. For example, people бізде көпше түрде тұр. Яғни көпше шағында тұр, Біз бірақ адамды person дейміз. Бір ғана адамды біз person дейміз. Ал екі немесе одан көп адамдарды people дейміз. Яғни persons деген болмайды. Оның орнына people қолданылады. Peopleға ешқашан көптік жауға жалғанбайды. Өйткені people сөзі өзі көптік мағынада сөздерді білдіреді. For example, many people. There are many people. Oh my goodness. Мысалы, олар көптеген адамдар. Келесі сөзге көшейік. Man. Man бізде еркек немесе адам деген мағынаны білдіреді. Көп жағдайда еркек деген мағынаны білдіреді. Көптеген ағылшындық сөздерде, көптеген жерлерде негізі шын мәнінде еркек деген мағынаны білдіреді көп жерде. Бірақ кейбір жерлерде де man деген адам деп айтуға да қолданылады. For example, he's a good man. Ол жақсы адам, немесе ер адам. Ол жақсы ер адам. Келесі сөз. Need. Need бізде қажет, немесе керек, немесе қажеттілік. Негізі үшеуі де бір-біріне синоним. Қажет, керек, қажеттілік. For example, no need to worry about me. Мысалы, мені уайымдаудың қажеті жоқ. I need something to do. Мен бірдеңе жасау керекпін. Яғни қажеттілік болады. Керексің сол нәрсені істеуге. Келесі сөз. Fifth, thing. Thing бізде зат, немесе қандай бір нәрсе болып табылады. Көп жағдайда зат деп аудара берсеңіздер дұрыс болады. For example, what is the thing? Мысалы, бұл қандай зат? What is the thing? Oh my goodness. Бұл қандай зат? Алтыншысы. Бізде time. Time бізде уақыт деген мағынаны білдіреді. For example, what is the time? Уақыт қанша? Көп жағдайда мектептерде кездестіретін шығарсыздар ағылшындық мұғалімдер. What is the time? Яғни
Is it free time or what is the time? Мысалы, уақыт қанша деген сияқты. Жетінші сөз бізде way. Way сөзі бізде жол деген мағынаны білдіреді. For example, show me the way. Show me the way. Маған жолды көрсетші. Мысалы, сіз адасып кеттіңіз және сіз американдық адамға айтасыз. Show me the way, please. Маған жолды көрсетіп жібересіз бе? Келесі сөз year. Year бізде жол деген мағынаны білдіреді. Ескертетін жайт, ол ear, яғни құлақ деген емес, ол жыл, year. Мысалы, Happy New Year. Жаңа жылмен. Ал енді бізде келесі сөз табына көшейік. Етістік. Етістік бізде іс-қимылды, іс-әрекетті білдіретін сөз табы. Етістіктердің бастайық. Жалпы бірінші етістік бізде can, жасай алу. Бұл бізде ескеретін жайт модальды етістік. Егер сізге модальды етістікті көрсет десе, сіз can етістігі тұрса, can етістігін көрсете аласыз, ол жасай алу. Келесі етістік. Come, келу. Can you come here? Сен мына жерге келе аласың ба? Мысалы, үшіншісі. Could, орындау мүмкіндігі. Үшіншісі could, орындау мүмкіндігі. Негізі көп жағдайда көріп жататын шығарсыздар. Could ол can етістігінің өткен шағы. Бірақ көптеген жағдайда сіз оны орындау мүмкіндігі ретінде, яғни орындау мүмкіндігі деген переводта, аударылымда қолдана аласыз. Мысалы, I can speak 4 language, мен 4 тілде сөйлей аламын десеңіз, сіз өзіңіздің бұрында не жасай алғаныңызды айта аласыз. I could ride a bike by the time I was 5. Мен 5 жасымнан бері велосипед айдауды үйреніп алдым. I could. Ол өткен шақта болды. Сіз өткен шақта оны үйреніп алдыңыз, демек сіз өткен шақта айтасыз. Ол орындау мүмкіндік болып қойған. Сол жағдайда сіз could'ты қолданасыз. Ал егер сіз дәл қазір жасап жатқан болсаңыз, мысалы, мен дәл қазір сіздерге сабақ түсіндіре аламын. I can teach students. Мен өзім сабақ түсіндіре аламын деп айтамын, иә? Ол can-мен қолданылады. Ал енді мен 7 жылдан бері ағылшын тілін оқып үйрендім десем, I could learn English by the time I was 4 or 5. I don't know, but if I'm not mistaken, that 4 or 5. Түсінікті ғой, иә? Және де бізде келесі етістік do, істеу. I do my homework. Мен өзімнің үй жұмысымды жасаймын. I do my homework. Істеу. Find, табу. I can't find my cave. Oh my goodness. Can you help me? Мен өзімнің кілттерімді таба алмай жатырмын. Сен маған көмектесе аласың ба? Деп сұрап тұр. Find сөзі бізде табу дегенді білдіреді. Яғни қандай бір нәрсені табу, немесе таба алмау. Егер сіз таба алмайтын болсаңыз, негативті түрде қолданатын болсаңыз, нотты қоясыз, немесе мен айтқан секілді, I can't find my cave. Can you help me? Сен маған көмектесе аласың ба? I can't, мен таба алмай жатырмын деп айтсаңыз болады. Келесі етістік бізде get. Get бізде алу, give ол беру. Мысалы, қандай бір адам сізге подарка береді туған күніңізде. Сізге подарка берген кезде сіз оны аласыз, ал ол адам сізге беріп тұр. Get алу, give беру. My parents give me mobile phone for my birthday and I get it. Менің ата-анам маған телефон туған күніме сыйлады, ал мен енді оны алдым. Give беру, get алу. Келесі етістік бізде go, бару. I go to school. I go to school. Көптеген адамдарға танымал фраза. Мен мектепке барамын. Go, бару. Have, е болу, немесе бар болу. Яғни have етістігі бізде қандай бір заттың бар екендігін, немесе біз қандай бір затқа иелі екендігімізді түсіндіреді, сондай мағына білдіреді. Мысалы, I have got a dog. Менің күшігім бар. 9-шы етістік бізде know.
білу. Didn't know. Негізі know деп жазылады. K-N-O деп жазылады, бірақ біз оны know деп оқимыз. Ағылшын тілінде сондай, кейбір әріптер оқымайды. Сол сөздердің қатарынан болып табады, к әріпі оқымай, know деп айтамыз, яғни білу. Didn't know, did you know, сен білесің бе? Сол секілді сұрақтар кездеседі. 10-шы етістік бізде like, ұнату. Do you like the ice cream? Yes, of course. Or not, I don't. Жоқ, мен ұнатпаймын. Яғни ұнату деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мен айта аламын. I don't like coffee or I like coffee. Мен кофені ұнатамын, немесе мен кофені ұнатпаймын. Екеуін біреуін енді кез келген вариантта өзіңіз нұсқаңыз ретінде айта аласыз. Келесі етістік бізде look. I'm looking you. Мен саған қарап тұрмын. Look қарау болып табылады. Екі көзіңізбен қарау, ол бізде look деп аударма береді. Мысалы, мен саған қарап тұрмын. I'm looking you. 12-ші етістік бізде make, жасау. Make сөзі ол do емес. Do ол бөлек, make ол бөлек. Екеуінің мағыналары, екеуінің қолданылатын орындары мүлдем бөлек. Мысалы, do дегені мысалы істеу да, сіз мысалы торт істемейсіз ғой, сол сияқты. Робот істемейсіз ғой, сіз оны жасап шығарасыз. Жасап шығаратын заттарға make деген етістік қолданылады. I'm making cake. Мен торт жасап жатырмын. Немесе мен робот жасап жатырмын. Мен жасап жатырмын деген сияқты. 13-ші етістік бізде say, айту. Say, I might say you important thing. Мен саған бір маңызды зат айту керекпін деген сияқты. Say, айту. Осыны аузыңызбен айту. Say, айту. Talk емес. Say. Talk деген ол бір-бірімен сөйлесу. Say деген ол бір адамның айтуы. 14-ші етістік see, көру. Қарау емес, көру. Бізде look қарау болса, мен сені екі көзіме қарап тұрмын деген болса, see ол бізде көру, немесе көрсу. Екі көзіңізбен көресіз. 15-ші етістік бізде take, алу етістігі. Мысалы, сізге қандай бір адам бір нәрсе береді, соны аласыз, сол take деп аталады. Келесі етістік tell, айту. I am telling you important thing. Do you heard me? Сен мені ести аласың ба? Мен саған маңызды зат айтып тұрмын. Айту. I'm telling you. Do you heard me? Сен мені ести аласың ба? Мен саған маңызды нәрсе айтып тұрмын. Tell, айту. 17-ші етістік бізде think, ойлау. Адамның ойлауы. Ол бізде think болып табылады. I'm thinking that you are so best student. Мен ойлап жатырмын, сен жақсы оқушы сияқтысың ғой, деген сияқты. Think, ойлау. Адамның ойы. Адамның ойлауы. 18-ші етістік бізде use, қолдану. I'm using computer. Мен компьютер қолданып жатырмын. I'm using mobile phone for teaching that topic. Мен осы телефонды қолданып жатырмын, чтобы осы тақырып түсіндіру үшін деген мағынада, мысалы, use қолдану деген сияқты. Сол кез келген затты қолданыңыз, сол кезде use деп айта аласыз. Келесі етістік бізде want, қалау. I'm so hungry. I want to eat anything. Менің қарным өте аш, мен бірдеңе жегім келіп тұр. Яғни бұл жерде қалау, жегісі келіп тұрған, жегім келіп тұр деген сөзден уже қалау екендігін білдіреді. Одан кейін I want to eat anything. I want to eat. Мен жегім келіп тұр. Want, қалау, eat, жеу. Жегім келіп тұр. Бір нәрсені. Сол мысалы, тіпті басқа мысалдарды келтіре аламыз. Oh, I'm so stupid. I want to go. Жоқ, мысалы. Oh, I'm so tiredness. I want not to go school. Мен мектепке барғым келіп тұрған жоқ. Ол уже қалау да. Оның барғысы келіп тұрған жоқ. Оның қалау, барғысы келмеу. Сол want қолданып айтасыз. Want қалау етістігі. Will, болу. Мысалы, will you marry me? Сен маған үйленесің бе? Деген сияқты ғой.
will ол бізде қандай нәрсе болуы немесе алдағы уақытта болатындығы. Мысалы, алдағы future simple'ды айтатын болсақ, will you marry me? Маған үйленесің бе? деген сияқты. Келесі етсек, бізде want. Would, негізі would деп жазу керек. Мына жерде жазылып тұр. Would. Would you like? Ол тоже қалау болып аударылады, бірақ сен жақсы көресің бе деген сияқты тақырыпта да қолдана аласыз. Сонымен достар, бүгін бізде етістік пен зат есім тобындағы сөздерді толығымен үйреттім. Бүгінгі сабақ осымен тамам. Міндетті түрде осы тақырыптағы видеоның екінші бөлімін күтіңіздер. Алдағы уақытта болады. Және де сіздерге сәттілік тілегім келеді. So, today's video is the end, and I want to say that менің айтқым келіп тұрғаны қалай. I want to say that thank you and good luck. Goodbye. Баршаңызға сау болыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.